Сәлем достар, бүгінгі тақырыбымыз бүкіл әлемді байланыстырып тұрған ағылшын тілі туралы болмақ. Ағылшын тілі ол қалай осындай дәрежеге жетті, неліктен оны үйрету біздің өмірімізге оң әсер етеді. Ағылшын тілінің таралуы Британия империясының ықпалымен басталды. 16-19 ғасырлар аралығында Ұлыбритания көптеген елдерді отарлап, ағылшын тілін сол аймақтарға енгізген еді. Дүние жүзінде 1,5 миллиардқа жуық адам ағылшын тілін біледі. Оның 400 миллионы туған тілі ретінде, ал қалғандары екінші немесе шетелдік тіл ретінде қолданады. Білім мен ғылым саласындағы рөлі. Әлемдегі ең өздік университеттердің 80% ағылшын тілінде оқытады. Мысалы, Оксфорд, Кембридж, Гарвард және тағы басқаларды жатады. Шетелде оқығыңыз келсе, сізге ағылшын тілін білу міндетті түрде білуіңіз қажет. Ғылымдағы барлық ірі жаңалықтар да ағылшын тілінде ашылады. Және әлеуметтік медиа, YouTube, Instagram, TikTok сияқты платформаларда контенттің 60% ағылшын тілінде жасалады. Қорытындылай келе, бүгінде ағылшын тілі ол қарым-қатынас тілі ғана емес, ол білімге, ғылымға, технологияға және әлемдік мәдениетке қол жеткізудің кілті болып саналады. Оны үйрену арқылы сіз өзіңіздің болашағыңызға үлкен инвестиция жасайсыз. Егер сіз ағылшын тілін үйренуді енді бастап жатсаңыз, қорықпаңыз. Әр күн сайын жаңа сөздер жаттап, қарапайым сөйлемдер құрауды үйреніңіз.